Сәлем, есімің кім? Саламатсыз ба, менің есімім Алтынбек Сапаралы. Жасың нешеде? 11-де. Қай сыныпқа өттің? 6-шы сыныпқа өттім. Керемет. Біздің салмақты сұхбат бағдарламасына қош келдің. Бұл бағдарламада мен саған бірнеше сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға сен шынайы, ашық, ойыңды еркін жеткізуің керек. Келістік қой? Керемет. Ендеше бірінші сұрақ. Алтынбек, президент деген кім? Қалай ойлайсың? Президент деген ол біздің елді басқаратын сондай адам. Президент болу үшін не істеу керек? Президент болу үшін көп оқу керек, жақсы білім алу керек, және де салмақты болып, қамқор болып, мейірімді болу керек. Ал біздің Қазақстанның президенті кім қазір? Қасым-Жомарт Тоқаев. Керемет. Енді мынандай сұрақ. Саған сенде бір мүмкіндік туды, яғни президентпен кездесіп, жеке отырып сөйлесуге. Сол кезде сен не айтар едің президентке? Президентке алғысымды айтар едім. Қазақстанды жаңа Қазақстанға көркейтіп жатқанына. Бәрі саған ұнайды, қазір Қазақстанда болып жатқан бәрі көңіліңнен шығады. Не өтініш айтар едің президентке? Мысалы, жолықтың, енді ондай мүмкіндік күнде туа бермейді ғой. Бәрін бір көргенде айтып алу керек. Өтінішің, бір президенттен сұрайтының болса, тілегің болса, не айтар едің? Президент аман болсын деп айтар едім. Өтінішің жоқ па? Өтінішім жоқ. Аха. Керемет, енді президент кім екенін білдік, ал депутат деген кім? Депутат деген президенттің оң қолына ұқсайтын сондай. Ұқсайтын? Не істейді депутаттар? Депутаттар? Көргенсің ба жалпы өмірде депутаттарды? Депутаттары жоқ көрмеймін. Қайда жүреді олар? Кім не жұмыс істейді? Түрлері қандай болады? Олар көп па, әлде жалғыз біреу ма? Кім олар? Олар көп. Олар кәдімгі біз сияқты адам. Олар жұмыс істемейді. Жұмыс істемейді? Әшейін елдің қамқорлығына қарап, сол қарап отырады. Онда жақсы екен ғой депутат болған, е? Депутат болғың келе ма сенің? Не себепті депутат болғың келеді? Халықтарға көмектесіп, жағдайы жоқ адамдарға ақша беріп, сөйтіп. Қайырымдылықпен айналысып жүремін. Депутат деген кезде көзіңе қандай адам елестейді сенің? Суреттеп берші, мысалы, түр сипатын, сырт келбетін сипаттап берші. Байға ұқсайтын сәл. Семізде сондай. Костюм шалбар киіп алған, иә? Енді әкім деген кім? Әкімдер не істейді? Олар депутаттан айырмашылығы қандай олардың? Әкімдер олар бір қаланы басқарады, ауылды басқарады, облыста солар басқарып отырады. Егер сені біз қаланың Шымкенттің әкімі қылып сайласақ, егер сен қаланың әкімі қылып сайласақ, сен не істейсің? Қалада қандай мәселені шешесің бірінші кезекте? Қалада жағдайы жоқтарды ең бірінші қамқорлықпен айналысып аламын. Содан кейін қаланы көркейтіп, шетелдерге ұқсатып. Керемет. Ал саған тағы бір сұрақ. Парақорлық деген сөзді естігенсің ба? Иә. Ол не? Адамдар бір-біріне не үшін пара береді? Бір негеден құтылып кету үшін, немесе түрмеге отырмау үшін пара береді. Пара беріп құтылып кетеді. Тағы қандай жағдайларда пара беріп құтылып кетуге болады? Түрмеден бөлек. Қай жерлерде береді тағы? Біреудің орнына оқып беру, тапсырманы орындап беру, сондайларға. Пара берген дұрыс па, қалай ойлайсың? Дұрыс емес. Неге дұрыс емес деп ойлайсың? Ол жемқорлыққа жатады. Ондайларды азайту керек. Ондайлар азайса, елім жақсы болады.
елестетіп көрейік, сен көшеде келе жатсың. Алдыңнан бір қапшық ақша шықты. Санап көрсең, ішінде 1 миллион теңге бар. Ақша қолыңда тұр. Не істейсің ол ақшаны? Ең бірінші жерді сұрап көрем. Есі жоқ болса, емей көтім. Иемденіп алдың, есі жоқ екен деп ойлайық. Не істейсің ол ақшаға, не сатып аласың, қайда жұмсайсың? Киім сатып алам. Сағат сатып алам. Сағат? Болды. Әдемі болып жүресің бе? Керемет. 1 миллион теңге тауып алуыңа тілектеспін. Енді сен осы біздің бағдарламаны тамашалап отырған көрермендерге, өзіңнің замандастарыңа қандай кеңес айтасың, қандай ақыл кеңес бересің? Айтатыныңды мынау камераға қарап айта берсең болады. Оларға ешқашан парақорлықты үйренбеуді, жемқорлықты үйренбеуді, және де елімізді көркейтіп, Қазақстанды көтеруге бірге ат салсайық дегім келеді, иә. Алтынбек, бізге келіп сұхбат бергеніңе саған рахмет. Келесі кездескенше сау бол. Сау болыңыз.